қазылар. Біз Түркістан облысы Кентау қаласы Ыбырай Алтынсарин мектебінің 4-ші А сынып оқушысы Амангелді Саят және Әділхан Амина. Біздің осы жобаға жасағанымыз экобус. Оның ерекшелігі күн энергиясы арқылы жүреді және ауаны ластамайды. Ал енді бұл көліктің тиімділігіне көшейік. Ең алдымен қазіргі жолаушылар 12 метрлік ірі автобустарға 20 мың бензин, яғни дизель қолданылады. Ал электробустарда ондай болмайды. Оның ұзақ мерзімдігі ең алдымен бастапқыда қымбат болғандықтан ол 3-5 жыл бензинді ақтайды. Және оның экологиялық тиімділігі де бар. Таза ауаны ластамайды, қоршаған ортаға зиян келтірмейді. Және осы автобус мектеп автобусы болғандықтан балаларға бензиннің иісі келмейді. Және ол күн сәулесі болмаса да аккумулятормен жүреді. Енді автобустың құрылымына келсек, оның күн панельдері үстінде тұрады. Және ол күн энергиясын алады. Сөйтіп ол күн энергиясы батареяға күш береді. Және сол күн панельдерінен алған энергия арқылы жүреді. Оның алдында және артында ультрадыбыс датчигі бар. Ол кедергіні көрген кезде ол сигнал беріп жүргізушіге хабар береді. Ал осы дыбыс датчигі арқылы көлік апатын азайтуға болады. Автобус алдындағы кедергіні сезіп, қажет болған кезде тежеуді автоматик түрде қосады. Ең алдымен жол көлік оқиғалардың тез өзіне хабар береді. Жүргізушіге де хабар беретін болған. Және ол қауіпсіздікті арттырады, әсіресе аялдама кезінде. Осы жоба арқылы Қазақстан Республика азаматтары өзінің денсаулығын жақсартып, ауаны ластамайтын автобус шығарды. Және осы біздің автобусымыздың ең маңызды керек қажетті тізімдері де бар. Және осы автобустың ең қажетті заттары да бар. Ең алдымен ал мынау бізде драйвер двигатель. Ал мынау екі моторлары. Және мынау батарейка. Ал мынау бізде Bluetooth модем. Назарларыңызға рахмет. Біз осы автобусты оқушыларға арнайы жасағаннан кейін осындай кубик-рубиктер қойдық. Және ол осы кубик-рубиктің арқасында балалардың логикасы да дамытады. Және осы автобуспен мектепке бара жатқан кезде осы кубик-рубикпен ойнап отырады. Назарларыңызға рахмет.